Бүгін 27 наурыз күні Алматыдағы Шоқан Уәлиханов алаңында Демократиялық партия бастамашыл тобы жақтастарының Қытай экспансиясына қарсы митингі өтті. Бейбіт жиынға Алматы әкімдігі рұқсат берсе де, митинг басталмай жатып, полиция 4 адамды ұстап алып кетті. Жанболат Мамай бастаған бірнеше белсенділер оларға араша түспек болғанымен арнайы жасақ азаматтарды автозаққа күштеп тиеп алып кетті. Алаңға жақын көшелер жабылып, тәртіп сақшылары қоршап тұрды. Алаңда интернет байланысы істемеді. Митингке 400-ге жуық адам жиналды. Олар Қытай жерімізге көз салма, Қытайға беретін жеріміз жоқ, қазақ Қытайға құл емес сынды мәтіндер жазылған плакаттар ұстап тұрды. Кейбірі саяси тұтқындардың суреттерін көтеріп, оларды босатуды талап етті. Мәселе Қазақстанның билігінде болып тұр. Параны алып жатқан солар. Миллиардтаған доллар қарызға батып жатқан солар. Осы Қазақстанда зауыт фабрика салуға, мыңдаған Қытайдың азаматтарын Қазақстанға кіргізуге рұқсат беріп жатқан да солар. Сондықтан біз ашық айтамыз. Назарбаев, Тоқаев, тоқтатыңдар Қытайдың экспансиясын. Тоқтатыңдар Қара Қытайды қаптатуды. Болмаса кетіңдер дейміз. Дұрыс па? Наразылық акциясында оппозициялық журналистер және белсенділер сөз алып, қазақ жерінің мәселесі жалпы халықтық мәселе екенін айтты. Қазақта, халықта қазір екі қолға бір күрек жоқ, жұмыс жоқ. Енді екі аяғымызды басып тұратын жер қалдырмайын деп жатыр. Сондықтан сөздің қысқасын айтқанда, ол жер мәселесіне қарсы жалпы халықтық қозғалыс ұйымдастыру керек. Бара алған жағдайда және заңсыз істелген келісімдер болса, сол жауапты адамдарды отанын сатты деген статьямен сотқа тартсын. Белгілі журналист Рысбек Сәрсенбай Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевты берген уәделерін орындамады деп мәлімдеді. Бүгін еліңді, жеріңді, тәуелсіздігіңді қорғамасаң, ертең кеш болады. Кешегені парламентке барған Айдос Сарым деген айтады, популизм дейді. Осы популизм ба, жоқ әлде патриотизм ба? Отанды, жерді, елді қорғау. Қытай диктаторлық ел. Коммунистік партияның үстемдігіндегі адамдардың ерік жігерін, жаншитын, таптайтын және біздің ұлтымызға, мұсылмандарға Шыңжаң өлкесінде геноцид жасап жатқан ел. Ол диктаторлық мемлекет. Назарбаевтың құрған жүйесі де осындай авторитарлық диктаторлық жүйе. Ата-бабамыздан қалған жерді бізден кейінгі ұрпаққа аманаттау, бұл сіздердің, біздің және мына көгілдір экранның ар жағында қарап отырған барша қазақ халқының міндеті. Бұл Назарбаев пен Тоқаев сияқты шалдардың, қу шалдардың ата-бабасынан қалған жер емес, жалғыз. Баршамыздың ата-бабамыздың қаны бар, жаны бар бұл жерде. Белсенділер шалдар кетсін, жер мемлекетке берілсін, Қытайдың қарызын қайтармағанша қарыз алынбасын деп ұрандатып, 3 сағаттан астам уақыттан соң тарқасты.